Физмат факультетінің бір профессоры бір күні студенттеріне өмірлік бір сабақ үйрету ниетімен тақтаға үлкен бір санын сызады да студенттеріне қарап: бұл адамгершілігіңіз, өмірлеріңізде болуы керек ең маңызды қасиет деп түсіндіреді. Сосын бірдің қасына 0 санын жазады да, ал бұл болса жетістіктеріңіз. Бойыңыздағы адамгершілікке табыс қосылса, адам бірден 10 бола қалады. Тағы бір 0 тәжірибеңіз. Тәжірибесі болса, адам 10 емес, енді 100 болады деп кезек-кезек нөлдерді қоса береді. Зеректік, тәртіптілік, сүйіспеншілік қосылып тұрған әрбір 0 саны адамды 10 есе байытатынын түсіндіреді ұстаз. Бір кезде профессор сандар тізбегінің ең басында тұрған бір санын өшіреді. Сонда тақтада тек 0 саны қалады. Профессор студенттеріне былай дейді: адамгершілігіңіз жоқ болса, қалғанның бәрі түк те тұрмайды.